Енді өлім сәтіндегі жағдайымызға келеді. Және бұл жерде сол Алла Тағаланы мойындамаған адамның өлім сәті туралы айтылуда. Алла Тағаланы мойындамайтын адамның өлім сәті туралы айтылуда. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға қарсы шыққан. Мысалы, сол Абу Жахил, сол кездегі тұлғалардың бірі, пайғамбарымызға қарсы шыққан, Құранға қарсы шыққан. Сол Абу Жахилге қиямет сағаты туралы айтылған кезде ол айтты: "Ясәлу айяна яумул қияма" деп. Өзінше бір Алла Тағала буындарын әлі істетіп тұр. Ғұмыр әлі таусылған жоқ. Ғұмыр таусылмай ала алмайды. Сол Алла Тағала алмағандықтан он сол сәтте бірден ол ойлайды, менікі дұрыс деп. Үйреніп қалған сөзін өткізіп қараңыздар. Содан пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға келіп, қашан ол сенің қияметің деген көріністер жасайды андай. Қашан? Істеші ал. Қайда? Ей пайғамбар, сондай адамның өлім сәті туралы айтайын саған дейді. Қазір сен оған былай деп айта сал: "Құл таматтағу", рахаттана беріңдер. "Фабуду ма ши'тум" деп айтып қойған оларға. Құлшылық қалаған нәрселеріңе құлшылық жасай беріңдер. "И'малу ма ши'тум", қалаған нәрсеңді істей бер деп айта сал дейді әзірше. Бірақ енді өлім сәтін айтайын дейді, оның қалай болатындығын. Қараңыз. Калла, әсте оның жаңағы жағдайы, оның сөйлеп жатқан сөздері, оның бәрі жоққа шығарып отыр Алла Тағала. Жетер. Иза балағати тарақия. Өлім періштесі жанды суырып жатқан кезде дейді. Сөйтіп жанна тарақи деп мына екі сүйекті айтады. Бұғана. Бұл да жай сүйек емес. Негізі бұны да қазір жаңағы медицинада зерттеп, бала анасының жатырында жаратылып жатқан кезінде сүйектердің ішіндегі ең бірінші болып бітетін өзі осы сүйек екен, қалыптасып бітетіні. Басқалар бұдан кейін толық жетіліп бітеді. Басқалар әлі жасалып келатқан. Мына бұғана сүйек. Сондай-ақ мына жаңа қадірлі дедік қой мына жақта. Сол басты. Сол баспен мына денеңді байланыстырып тұрған осы сүйек.